Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен адаммен бөлісуге болмайтын, және біреуге беруге болмайтын заттарды айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз, өте пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Ал бастайық. Өз иесінің энергиясын өздерінде сақтайтын заттар болады. Оның ішінде жақсы энергия да бар, жаман энергия да бар. Қазір сіздерге осы 4 затпен айтып беретін боламын. Солардың біріншісі тұз. Бұл энергияны сіңіретін күшті зат. Тұз сұраған адамның қолын қайтарғыңыз келмесе, тек сатып беру керек. Тұз берсеңіз, жақын адамдарыңызбен байланысыңызды жоғалтып, қаржылық шығынға ұшырауыңыз мүмкін. Тұздың күші өте үлкен. Екіншісі, бізде күмістен, табиғи тастардан жасалған әшекей бұйымдарда сіздің оң энергияңыз көп болады. Сондықтан тіпті жай тағып көруге де бермеңіз. Осындай түрлі әшекейлерді біз жақсы көңіл күйде жүргенде, мейрамдарда, тойларда тағамыз. Сондықтан оны ешкімге беруге болмайды. Ешкімге бермейтін заттардың қатарында қазан да бар. Қазаныңызды мүлде бермеңіз. Қазан өз үйінің ырыс несібесін өзінде сақтаушы. Егер оны өзгеге мейлі уақытша берсеңіз де, сіз күш қуатыңыздан айырыласыз. Төртінші, бізде киім. Көптеген адамдар киім біздің энергияны сіңіретінін түсінбейді. Сондықтан киім немесе джинсы ауыстыру, біреуге аяқ киім кигізу өзіңді жоғалтумен бірдей. Өз энергияңызды берумен тең. Әсіресе аяқ киім алу зиян. Өйткені аяқ киімі көбінесе иесінің жағымсыз энергиясын алып жүреді. Ешкімге заттарыңызды киюге бермеңіз. Және біреудің киімдерін де кимеңіз. Одан да бөлек сөмке, әмиян, төсек жапқышын, сыпырғыш, түйреуіш, айна және бас киіміңізді ешкімге бермеңіз. Тіпті жақын адамыңыз болса да беруге болмайды.